Литваның Каунас қаласы, Әзербайжан астанасы Бакуде өтетін ірі халықаралық турнирге ұлттық құрама боксшыларының атынан кімдер барады? Ассалаумағалейкум тағы да. Қайырлы кеш достар. Жоғарыда атап өткен турнирге байланысты ел намысын қорғайтын боксшыларымызбен таныс болыңыздар. Алдымен Литваның Каунас қаласында өтетін Сокикас атты халықаралық турнирге аттанатын ұлттық құрамамен таныстырайын. Бұл турнир 20 наурыз бен 24 наурыз аралығында өтетін болады. 51 келі салмақ дәрежесінде жақында ғана Иштван Бочкайдың турнирінде күміс жүлдегер атанған Даниал Сабит бұл турнирде ел намысын қорғайтын болады. Одан кейін 54 келі салмақ дәрежесінде екі дүркін Қазақстан чемпионы Алтынбек Нұрсұлтан, 57 келі салмақ дәрежесінде Венгриядағы Иштван Бочкай турнирінің жеңімпазы Серікбай Асылжан, 60 келі салмақ дәрежесінде Абдуали Алмат, 63,5 келі салмақ дәрежесінде Қазақстан спартакиадасының жүлдегері Қыдыралиев Жандос, 67 келі салмақ дәрежесінде жастар арасында әлем чемпионатының күміс жүлдегері Азия чемпионы Сүйінбай Ернұр, 71 келі салмақ дәрежесінде Фарух Тоқтасынов, 75 келі салмақ дәрежесінде Азамат Бектас, 80 келі салмақ дәрежесінде 2024 жылғы Странжа кубогының қола жүлдегері Құлахмет Тұрсынбай, 86 келі салмақ дәрежесінде Абзал Құттыбеков, 92 келі салмақ дәрежесінде Ерхат Бекзат, ал аса ауыр салмақ дәрежесінде екі дүркін Қазақстан чемпионатының және спартакиаданың күміс жүлдегері атыраулық Аманат Сабырғалилер ел намысын қорғайтын болады. Ал команданы бастап баратын бапкерлерге тоқталатын болсақ, Жамил Жүсіпов, Закир Сафиуллин, Сұлтанғали Саттар есімді тәжірибелі бапкерлерге сеніп тапсырылған. Одан кейін Европадағы тарихы терең турнирлердің бірі Әзербайжан астанасы Бакуде өтетін Жібек жолы атты турнир. Ол турнир 23 наурыз бен 29 наурыз аралығында өтетін болады. 13 салмақ дәрежесінде де бұл турнирде қазақстандықтар бақ сынайды. 48 келі салмақ дәрежесінде әлем чемпионы Теміртас Жүсіпов, 51 келі салмақ дәрежесінде Дамир Абдықадыр, 54 келі салмақ дәрежесінде Тимур Қабдешев, 57 келі салмақ дәрежесінде Сабыр Ерболат, 60 келі салмақ дәрежесінде Сырымбетов Талғат, ал 63,5 келіде Теміржанов Серік, 67 келі салмақ дәрежесінде Бақтияр Смағұлов, 71 келі салмақ дәрежесінде Дүйсебай Дархан, 75 келі салмақ дәрежесінде Нұрсейітов Тимур, 80 келі салмақ дәрежесінде тағы бір әлем чемпионы Бекзат Нұрдаулетов, 86 келі салмақ дәрежесінде Бекзат Таңатар, 92 келі салмақ дәрежесінде Азия ойындарының қола жүлдегері Тоғанбай Сағындық, ал аса ауыр салмақ дәрежесінде Токио олимпиадасының жүлдегері Қоңқабаев Қамшыбектер ел намысын қорғайтын болады. Ал бұл турнирге бас бапкердің өзі Мырзағали Құланұлы Айтчанов және Марат Жакеев, Азамат Мақажанов секілді білікті мамандар команданы бастап алып баратын болады. Боксшыларымызға сәттілік тілеп қойыңыздар. Төменге пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Қай боксшыға жанкүйерсіз, төменге белгілеп кетіңіз. Қазақ бокс жасасын, баршаңызға сәттілік.